Бастаймын қазір. Кімге түседі? Соны кім екенін сезіп ал кеттік. Бағбанымсың әгер, зор бағымсың әгер, қорғанымсың әгер. 1, 2, 3, Сақинам, ұш. Ал, Дәурен, айта ғой, қандай мақал түсті? Ана сүтін ақтамағанды ешкім ақтамайды. Ол не деген сөз? Өз анамның сүтін ақтамасаң, онда сені ешкім де мақтап. Яғни бәріміз де анамызды ақ сүтін ақтауымыз керек дейді. Жақсы, жарайсыңдар. 1, 2, 3, Сақинам, ұш. О, жарайсың. Ал, Жәнеке, қандай мақал түсті? Оқи ғой. Ақ жаулығы ананың, ақ көрпесі баланың. Яғни біздің анамыз бізге қамқор болып, бізді өзінің еліндігіне баулайды. Тамаша. Өмір берген маған, сенің берген маған ай күнімсің. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз әке мен анаға арналады. Біздің жанымызға ең жақын жандар болып есептелетін осы кісілерге арналады екен. Олай болса, дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазайық. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Ана, мен сені Меккеге апарамын. Ана, баланың қолдаған Бірінші, ертең аске шығады. Бір сөйлемін оқып, өзінің сыныптастарына жазғызады. Алдымен сөйлемді түгел оқып шығып, тыныс белгісіне балалар мәнді тыңдап отырайық. Оқи ғой. Ата-анасын, Жоқ, бірінші сөйлемді оқып ал. ата-анасын ардақ тұту өзінің перзенттік парызын бір сәтке де есінен шығармау. Жас ұрпақтың адамшылығының белгісі. Ата-анасын Жазамыз. Жақсы. Келесі сөйлемді кім оқиды балалар? Кім оқысы келеді? Жәнетке келеді. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Ана, мен сені Меккеге апарамын. Жазып үйреттік қой, иә? Олай болса, қазір тақтадан осы мәтінді шығарамын. Сол мәтіннің тыныс белгілерін дұрыс қоя білейік. Ал, кім шығады балалар? Бірінші сөйлем тыныс белгілерін қоюға кім шығады? Батырхан, келе отыр. Мен оқимын, тыныс белгісін қояйық балалар. Дұрыс қойып жатыр ма Батырхан? Тексеріп отырыңдар. Ата-анасын ардақ тұту, өзінің перзенттік парызын бір сәтке де есінен шығармау, жас ұрпақтың адамшылығының белгісі. Балалар, тыныс белгісі дұрыс қойылды ма? Бәріміз де осылай қойдық па? Жақсы, өте жақсы, жарайсың. Отыра ғой, Батырхан. Келесі сөйлемде кім шығады? Кәусар келе ғой. Біздің дінімізде, ділімізде, дәстүрімізде ата-ана ұғымы қастерлі де қасиетті. Дұрыс па балалар? Екі өтір қойдық па осылай бәрімізде?
Да. Қай жерде қате кетті? Алтынай келе ғой. Қай жерге болады? Ананы сызамыз да. Ананы сызамыз. Жақсы, тамаша. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Келесі. Жанашырым ана, дарашыңым ана, барасылым ана, шуағымсың. Жарайсыңдар. Енді келесі тапсырмаға көшейік балалар. Енді балалар, бүгінгі біздің сабақ мақсатымызға сай орфографиялық сөздікпен жұмыс жасаймыз қазір. Жұппен жұмыс жасаймыз. Екеуара мен бір орфографиялық сөздікпен беремін. Сөздікпен қазір берілген сөздердің қатесін тауып, дұрысын жазасыңдар. Осы сөздікке қарап отыр. Жақсы ма? Түсінікті ғой, балалар? Меккеге апарам ана, бабаның қолдаған бақталабым, құлағымсың әке, бір жылы сөзіңе шаттанамын әке, мен сені Меккеге апарамын әке, биікке самғайды баптағаным, шынарымсың әке. Өмір берген маған, көңіл бөлген маған, сенің берген маған ай күнімсің, қамқорларым дана, сүйенішім дара, әке менен ана байлығымсың. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Ана, Балаларының қандай қасиеттерін жақсы көресіңдер, иә? Қандай оған сөздерді арнағыларың келеді? Қандай жақсы мақтау сөздер айтқыларың келеді ата-аналар? Соны жазамыз. Одан кейін балалар, осы тапсырманың соңында біз сол тілекті ауызша видеоға, мен сендерді телефонға түсіремін. Сол видеоға түсіп, тілегімізді ата-анаға видео арқылы жеткіземіз. Түсінікті ғой, сендер түсіріп аламын да мен, кейін аналарының әкелерінің WhatsApp-тарына жіберемін. Түсінікті ғой, сол үшін жақсылап дайындалайық, алып тыңдаймыз енді. жанашырым ана, дарашыңым ана, барасылым ана, шуағымсың, бағбанымсың әке, зор бағымсың әке, қорғанымсың әке, шырағымсың. Ана, аяулым өзіңмен мақтан
жанашырым мана, дарашыңым мана.